Достар, бәріңізге сәлем. Мен бүгін атам мен әжемнің үйіне барғалы жатырмын, және де киім таңдап жатырмын. Мына тұрған сары көйлек пе әлде мына көк көйлек пе? Сіздердің ойыңызша маған қайсысы жарасады? Менің ойымша маған осы көк түс жарасады. Енді аяқ киім таңдаймын. Қараңыздар, өзімнің кроссовкамды шештім, және де әдемі туфлиямды кидім. Келесі маған көп боянуға болмайды, но кішкене әдеміленетін боламын. Достар, менің әдеміленем дегенім бояну емес. Бұл жерде бүкіл әпкемнің заттары, сол үшін оған деспеймін. Бірақ мына тұрған аботықты тағам өте әдемі, өзіме жарасатын сияқты. Енді маған шығу керек. Достар, білесіздер ме? Мен шықпас бұрын қарным ашып кетті, сол үшін де бір тәмді тағам жегім келді. Қазір мен сіздерге коктейль жасап көрсететін боламын. Ол үшін маған осы жерден жүзім керек және лимон. Оны біз блендерге салып, араластырып ішетін боламыз. Неге лимон и жүзім. Қараңыздар, менің сусыным дайын. Енді мен өзіме осындай стакан алдым және ыңғайланып отырайын. Және сусынымды құямын. Ой, қақпағына шутым кетіппін ғой. Вот. Құйдым және де ішемін. Дәмі сондай дәмді. Және бүгін анам және кішкентай інім барлығы қыдыруға кетті. Ал мен анама кофе қайнатып кетем деп сөз бергенмін. Сол үшін де кофе қайнатамын. Ол үшін бізде осындай кофе қайнатқыш басамын және қайнайды. Өзі қайнап тұрады, ал мен жолға шықтым. Келесі бөлімде сіздерге ата-әжемнің үйін көрсететін боламын. Ой, қазір теледидарды өшіріп кетейін. Теледидар өшті. Сау болыңыздар, ата-әжемнің үйінде көріскенше. Достар, мен сіздерге үйімнің сыртын көрсетпекпін. Мінекей, бұл менің үйімнің сырты. Маған қонаққа келіңіздер. Ал дәл қазір мен такси күтудемін. Осы жерде күтейін, келіп қалады. Мінекей, менің таксиім де келді. Отырамын, және де ата-әжемнің ауылына жол тартамын. Мені күтіңіздер. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.